Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін сабақтың тақырыбы екілік ақпаратты ұсыну. Компьютерде барлық ақпарат дабыл түрінде ұсынылады. Ақпаратты компьютерде жазу үшін компьютердегі әрбір белгі, яғни әріп немесе сан, дыбыс, видео барлығы дабыл тіліне аударылу керек. Бұл дегеніміз, яғни біздер адам баласы барлық ақпаратты барлық түрін қабылдай алсақ, компьютер оны тек дабыл түрінде қабылдап бізге, яғни өзі дабыл түрінде қабылдайды, дабыл тілінде ол өзі жұмыс жасайды. Ақпаратты екілік кодтау түрлері бұл мәтіндік, яғни ақпаратты кодтаудың мәтіндік түрінде әріптер мен символдар сол мәтін жазылған алфавиттің символдарымен кодталады. Ал ақпаратты кодтаудың сандық түрінде сандық ақпарат кодталады. Ақпаратты кодтаудың графикалық түрінде ақпарат суреттермен, кескіндермен кодталады. Яғни бұл не деген? Компьютер бұл графикалық түрде ақпаратты, суретті, кескіндерді қазір алдыға қарай айтамыз. Өзінің 0 және 1 деген цифрлары сандар арқылы кодтап, қабылдап, өңдеп бізге, бірақ бізге өзімізге кәдімгі қолдануға болатын бейнелі сурет түрінде, график түрінде көрсетеді. Қазір ары қарай айтып өтемін. Енді адам таңбаларды жазылуы арқылы ажыратса, компьютер екілік код арқылы ажыратады. Екілік код ақпаратты 0 мен 1 символдарының көмегімен жазуға арналған код. Оқушылар, сіздер бұл анықтамаларды, ережелерді жазып отырыңыздар. Яғни мұндағы 0 мен 1 бит деп аталады. Оларды жай екілік таңбалар деп те атайды. Кестеге қарасаңыздар, 0 мен 1 сандарының, яғни биттер деп айтайық, биттердің қабылдайтын мәндері. Бұл жерде тек қана санаулы біздерге танымал сөздер арқылы қабылдаудың реттілігін көрсетіп отырмын. Бұл бар, жоқ. 0 деген ақ болса, 1 қара. 0 биік болса, 1 аласа. 0 жоғары болса, 1 төмен. Бұл керісінше де болуы мүмкін, оқушылар. Мысалы, 0 жоқ болса, 1 бар. 0 қара болса, 1 ақ. 0 биік аласа болса, 1 биік. 0 төмен болса, 1 жоғары. Яғни бұл я жоқ деген сияқты қабылдау 1 мен 0-дің қабылдау таңбалары, сандар деп немесе қабылдау түрлері деп айтуға болады бұл жерде. Оқушылар жаңа айтқандай бұл жерде жазып отырамыз. Ақпаратты екілік кодпен көрсету үшін құрылғы екі күйді ажырата білуі керек. Мысалы, бір құрылғыда тоқ барын, ал 0 жоғын, немесе 1 жоғары кернеу, 0 төмен кернеу екенін білдіреді. Ол жаңа мен айтып өткендей, 0 мен 1 сандарының компьютерде қабылдау түрлері. Мына жерде қарасаңыздар, суретті қараңыздар, астында кестеде 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0 дейді, бірінші. Яғни, бұл жерде бірінші ұяшық, ақ ұяшық 0 болып тұр да, қара ұяшық 1 болып тұр. Яғни, мына суретті, мынау деген смайликтің суреті кестедегі, соны екілік кодта жазылатын болса, мына жанындағы үлгіде болу керек. Бұның бір жағын жайлап жазып алуларыңызға болады. Енді, оқушылар, сіздер білесіздер, жалпы, енді көпшіліктеріңіз өздеріңізде қазір дүкенге баратын боларсыздар, көпшіліктеріңіз апаларыңыз, аналарыңыз барады. Сауда жасағанда көп алатын, сатып алатын заттарды массасын өлшейді. Массасына қарай біздер төлем жасаймыз. Яғни, кез келген заттың массасын біздерде килограмм арқылы өлшейді. Яғни, өлшем бірлігі килограмм. Сонымен қатар, баяғыдан деп айтпайын, жалпы геометрия сабақтары сіздерге қазір бірақ болмайды, 7-ші класстан басталады. Сіздерде бірақ төмен класстардан бастап білесіздер, ұзындықты сантиметр, метр, яғни километр ары қарай кете береді. Осындай сантиметр арқылы, метр арқылы сіздер ұзындықты өлшейсіздер, оны білесіздер. Яғни ұзындықтың өлшем бірлігі әр уақытта метр. Метр, сантиметр, метр. Сіздер сызғыш арқылы әр түрлі кескіннің ұзындығын, енін,
биіктігін өлшей аласыздар. Соны өлшегенде сіздер қасына міндетті түрде мысалы 5 сантиметр, 6 сантиметр деп ұзындықтың өлшем бірлігімен жазасыздар. Енді біздер информатика пәнінде ақпаратпен жұмыстанатын болғандықтан, ақпараттың да өзіне тән өлшем бірлігі бар. Оны сіздер жаңадан бері естіп отқан сөз. Ақпараттың көлемін анықтау үшін ақпараттың өлшем бірлігі бит қолданылады. Бит. Оқушылар жазып отырыңыздар. Бит ағылшын тіліндегі binary digit, екілік таңба деген қысқарған сөз. Әдетте компьютер жадындағы деректер, ақпараттар, командалар жекелеген биттермен емес, топтасқан 8 бит өлшемімен жазылады. Тізбектелген 8 бит бұл 1 байт өлшемі. Яғни сонда ақпараттың ең кішкентай өлшем бірлігі бит болса, содан кейін 8 битін 1 байтты құрайтын болып тұр. Көріпсіздер ма? Мына жерде астындағы суретке қарасаңыздар, ақпарат деген сөздің ақпараттық өлшемін есептеген. Яғни қарап тұрсаңыздар, бір әріп, ол бір символ және ол 1 байтқа тең. Қараңыздар. Бір символ 1 байтқа тең. Естеріңізде болсын. Яғни 1 байтқа тең болса, ол сәйкесінше 1 байтын 8 битке тең. Сонда ақпарат деген сөзді қарасаңыздар, ақпарат деген сөзде 7 символ, яғни 7 әріп бар, 7 символ бар, яғни 7 байт бар. Яғни ақпарат сөзінің өлшем бірлігі сонда 7 байт. Егер біз оны битпен өлшейтін болсақ, онда сол 1 байтта 8 бит болғандықтан 7 байтты, ақпарат сөзіндегі 7 байтты 8-ге көбейткенде, ақпарат сөзінің өлшемі битпен өлшенеді. 56 бит. 7-ні 8-ге көбейткенде 56 шығады. Сонда 7 байтын 56 бит. Түсіндіңіздер ме? Жазып отырыңыздар. 7 байт бұл 8 бит. Мысалы қараңыздар, қарапайым ойлап қараңыздар, өздеріңіз ойша парта деген сөзде P-A-R-T-A, яғни 5 әріп бар, яғни 5 символ бар. 5 символ бар деген сөз, бір символ 1 байтқа тең болғандықтан, парта сөзінің өлшемі 5 байт. Егерде оны битпен жазғыларыңыз келсе, 5 байтты битке айналдыру үшін 5-ті 8-ге көбейтеміз, 40-қа тең. Яғни парта сөзінің байтпен өлшесеңдер 5 байт өлшемі, а битпен өлшесеңдер 40 бит. 40 бит. Мына жерде өздеріңіздің аттарыңызды, немесе бір өздеріңізге танымал сөздеріңізді бит және байт арқылы жазып қараңыздар. Мысалы, информатика сөзін жазуға болады. Парта дегенді жаңа айтып түсіндірдім. Ақпарат сөзі жазылған. Мысалы, жасылан деп жазылатын болса, ол жасылан 6 сөз, 6 бір сөз, 6 әріп, яғни 6 байт, арғарай битке айналдыру үшін 8-ге көбейтесіздер де. Так. Арғарай кеттік. Ақпаратты кодтау кезінде компьютерде екілік код қолданылады. Екілік алфавитті қолдану арқылы ақпаратты ұсыну екілік кодтау деп аталады. Екілік кодтан 0 және 1 символдар ғана қолданылады. Символдардың кодталу комбинацияларының жиынтығын кодталу кестесі деп атайды. Яғни сіздердің алдарыңызда, мына экранға қарасаңыздар, кесте беріліп тұр. Бұл кесте ASCII кодының кестесі. ASCII. Мына астында мәтінге көңіл аударсақ, есептеуіш техникасында ең көп пайдаланылатын код ол ASCII. Америкалық ақпарат алмасудың стандарты коды болып саналады. Яғни бұл расшифровкасы ASCII деген сөздің шешілуі. Америкалық ақпарат алмасудың стандарты коды. ASCII жүйесінде негізгі және кеңейтілген 2 кодтау кестелері бекітілген. Негізгі кестеде 0-ден 127-ге дейінгі кодтар мәні, ал кеңейтілген кестеде 128-ден 255-ге дейінгі символдар коды келтірілген.
Алғашқы 33 код, яғни 0-ден 30-ге дейінгі символдарға емес, амалдарға бөлінген. Мына жерде қарап тұрсаңыздар, жанында графикалық үлгіде ұяшықтар мен А суреті белгіленген. Жаңа айтып өткендей, бос немесе бос деп айтпайық, ақ ұяшық ол 0, қара ұяшық немесе мына жерде сұр ұяшық 1-ге 1 деген мәнді қабылдайтын болса, А әрпінің екілік кодта кодталуы мына үлгіде болады. Мысалы, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Осылай әр жолы екілік кодтау арқылы кодталады да, компьютер осы екілік кодтар арқылы мына А суретін бізге көрсете алады. Түсініпсіздер ме? Яғни бұл не деген сөз? Компьютер бірден А суретін осы түрде бізге көрсете алмайды. Ол тек қана өзі түсінетін, өзі қабылдайтын екілік кодтар арқылы жасап, бізге осындай бейнені бере алады. Сонымен қатар астында А, Б, С, яғни латын әріппесінің үлкен әріптері бойынша ABC, бұл А кестедегі А саны екілік код арқылы жазсақ, 0, 10, 0, немесе 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Б 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Көпсіздерді. С 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Міне. И 65. 65 бұл да жаңағы А сияқты жазылады. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Міне. ASCII коды арқылы біздер 65, ABC және графикалық А деген суретті екілік кодта жазылуын қарап отыр, көрсетіп отыр бұл жерде. Сіздерге түсінікті болу үшін жайлап жазып алуға болады. 65, яғни сол жақтағы екілік кодтың мәнін алып тұрды. А мен 65-тің арасындағы, көріпсіздер ме? Б мен 66-тың арасында деп айтуға болады. Қазір бұнда N нелер керісінше болады. Хабардың ақпараттық көлемі бит немесе байтта өлшенетін оның ұзындығы дейді. Яғни жаңа айтып өттім мен да сіздерге оқушылар. 1 байт бұл 8 бит. 1 килобайт бұл 1024 байтқа тең. 1 мегабайт 1024 килобайтқа тең. 1 гигабайт бұл 1024 мегабайтқа тең. Сіздер қазір көп уақытта оқушылар телефон ұстайсыздар ғой. Телефондарыңызда сіздерде жады, телефонның жадысын қарап отырасыздар да, немесе оперативті жады, немесе өзінің сақтау жадысы. Өзінің сақтау жадысында қазіргі уақытта көпшіліктеріміз 128 гигабайтқа тең телефондарда основной былай ұстап отырады да, ұстап жүреді оқушылар. 64 болуы мүмкін, 32 болуы мүмкін. Енді көріп тұрғандағымыздай гигабайттың саны үлкейген сайын сізге телефоныңызға сиятын ақпараттың көлемі де үлкейе береді. Компьютерлік алфавитте 256 символ бар. Оған латын және қазақ, орыс алфавитінің бас әріптері мен кіші әріптері, тыныс белгілер, басқа символдар мен пернелер үйлесімі кіреді дейді. Жазып алыңыздар оқушылар, бұл сөздерді жатқа білулеріңіз керек. Енді осы тақырыпта түсінген боларсыз деп ойлаймын. Есептерді шығарып көрейік. Осы тақырыпқа берілген есептер ASCII кодын мына жерге көрсетіп қойдым. Арнайы. Бірінші тапсырманы қарайтын болсақ, егер әр бетте 30 жол, 70 символ болса, мәтіннің әр бір бетінде қанша символ болатынын анықта дейді. Бір бетте қанша байт, қанша бит болатынын тап дейді. Олай болса ары қарай жалғастырайық. Яғни 31 бетте 30 жол 70 символ болса, сол бетте қанша символ бар екенін анықтау үшін 30-ды 70-ке көбейтеміз, 2100 шықты да. Яғни сол бетте 2100 символ бар деген сөз.
Яғни 2100 символ бар деген сөз, ол жаңа айтқандай бір символ бір байтқа тең болғандықтан 2100 символ бұл 2100 байт дегенді білдіреді. Сонда біздер бір бетте жаңағы бір кітап болсын, басқа да бір не болсын, газет, журнал болсын, бір бетте 2100 байт бар. Енді соны битке айналдыратын болсақ, сол 2100-ді 8-ге көбейтеміз де шыққан санды жазамыз. Бұл 2100-ді 8-ге көбейткенде 16800. Бұл дегеніміз битке айналып тұр қазір. 16800 бит. Көріп тұрсыздар да, жазып алыңыздар оқушылар. Мысалы, сіздер жоғарғы классқа келгенде информатика пәнін таңдап, өздеріңіздің таңдау пәніне таңдасаңыздар, ОБТ-да тапсыруға осындай есептер көптен көп келеді тесттарда. Берілген ондық кодпен жазылған сандарды екілік кодта жаз дейді. Ол жаңағыдай 84 бізде мына жақта, сол себептен 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, N-ді жазатын болсақ, мына жағынан 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Бұл жерде уже оңайда ASCII кодының кестесін қолданамыз. Жалпы осы тақырыпқа байланысты тапсырмалар осылар. Енді сіздер бұларды жазып алсаңыздар, мына жерде сіздерге үйге тапсырма. Яғни қандай? Төменде латын әріптерімен тұратын сөздер берілген дейді. Міне Аббас, Алго, Инфо, Экспо, Демо, Дельта деген. ASCII кестесін пайдаланып екілік кодпен кодта берілген сөздердің қанша байт және қанша биттен тұратын анықтаңдар дейді. Жақсы тапсырма, жеңіл. Комментарийға жазып отыруға болады бұны. Графикалық суретте информатика пәніне қатысты терминдер ағылшын тіліндегі баламасы жасырылған. Ол сөзді тап, қазақ және орыс тіліндегі бұл сөз қалай аталады? Яғни мына жерде жаңа айтқандай 0. Сіздер уже мына жерде екі жағдайда жасауға болады. Енді былай бірінші ақ ұяшықты 0 деп алып, қара ұяшықты, сұр ұяшықтың жерде, сұр ұяшықты 1 деп алып, екілік кодты арқылы барлығын жазып шығып, содан кейін ASCII кодын қолданып, белгілі бір сөзді анықтауға болады. Оқушылар, жалпы сабақ осы тақырып өте қызықты, жеңіл болды деп есептеймін сіздерге. Осы тапсырмаларды орындағанда сіздерге сәттілік.